өздеріңіз білесіздер, енді әсіресе орыс тілі бұқаралық ақпарат құралдары менің сөзімді бұрмалап жіберген екен. Нартай Сәрсенғалиев толықтай тоқтатуды талап етіп жатыр. Олай емес. Мен бірден сөзімді айтайын, олай емес. Мен уақытша тоқтатуды сұрадым. Өйткені біздің азаматтарымыз сынақ алаңына айналдырмау керек. Өйткені барлығымыз қолданатын болғандықтан бұл жүйені дұрыс бір деңгейге келтіруіміз керек. Қажет болған жағдай пилоттық режим енгізіп барып келтіру керек екенін айттым. Және уақытша тоқтата тұру бұл медицина саласын еліміздегі тұтастай бір хаосқа келмейді. Бұл туралы мен дәлелімді айттым. Өйткені біздің елде 20 миллион азамат бар. Соның 3,5 миллионы бұл жүйеге мүлдем тіркелмеген, 16,5 миллион адам қалады. Оның 14,5 миллионының медициналық жаңағы қажеттілігін мемлекет өтейді, льготный категория. Сонда 2 миллион адам қаламыз осы тұрған біздер арнайы жаңағы ақыны төлеп жүрген. Демек осы 2 миллион адам үшін тұтастай қор ұстап отырмыз. Сәйкесінше осы қорды 2 миллион адамды басқаша бір емделу жолын қарайды, және медициналық сақтандыру ұйымына қаражат төлеп, бірақ соның емін пайдаланып жүрген адамды мен әзір кездестірмедім. Сондықтан бұл реформаны уақытша тоқтата тұрып, толықтай барлық аспектілерін жүзеге асырып барып енгізсек деген ұсынысым болды. Және тағы бір маңызды мәселені айттым. Бұл мәселе яки мынау припискалардың мәселесі. Бұл тоқтаған жоқ. Кеше Асхат Қанатұлы айтқандай, 5-6 айлық баланың кариесін тазаладық дейді. Немесе Алматы облысында көз жұмған азаматтарды тіркеп жіберген. Мен сізге ол жерде айтылмады, дәлел айтайын. 2,1 миллиард теңге қаражат алған кей ауруханалар. Астана қаласының өзінде кейбір аурухана былтырғы 3 айдың өзінде 16 мыңдай адамды приписка жасап 100 миллион теңгедей қаражат алған. Мен осы жерде айттым, осы МС жүйесіндегі азаматтардың жауапкершілігін көбейту керек. Өйткені сіз қолданған қызмет үшін қаражатты аударар кезде көруіңіз керек, қайда ақша аударып жатқаныңызды. Осы үлкен мәселе. Бұдан бөлек бірыңғай пакет болу керек деді президент былтыр. Ол дүние орындалған жоқ. Одан бөлек мынау ауылдық медицина жаңғырту жобасы ол да орындалған жоқ. Сондықтан тиісті президент қойған критерийлерді орындай алмаған, елдің халықтың оң көзқарасына ие бола алмаған жобаны уақытша тоқтата тұруды мен сұраған едім. Сондықтан бұл орынды ұсыныс деп әлі де айтамын. Кеше мемлекет басшысы айтты, бұл салада әлде проблеманың көп екенін, және бізге мәжіліске тиісті заңға өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы жүктеме берді. Және осы сессияның аяғына дейін бұны талқылауды және қабылдауды тапсырды. Бұл дегеніңіз елдің қоғамның тарапынан айтылып жатқан талап тілектің бір қалай айтсам болады, көрінісі десек болады. Сондықтан ол заң енді әлеуметтік мәдени даму комитеті болғасын біздің комитетке келеді. Сондықтан елмен бірге, қоғаммен бірге отырып біз осы ұсыныстарды енгізерміз деген ойдамыз. Және тағы бір түйінді мәселем болды. Біз осы қаңтар айының басында мәмістің бас кеңсесіне барып арнайы зерттеу жүргізген едік. Сол жерде мынау мәміске бөлініп жатқан қаражат есептедік. Ол кезде 16 миллиард теңгенің қаражат айтылды. Кеше министр ханым 17 миллиард теңге айтты. Және біздің мәміс жүйесінде орталықта және өңірде 1000 адам жұмыс істеп жатыр. Сол 1000 адамның бір жылдық айлық қоры, зарплатный фонд 11 миллиард теңге. Бұндай айлықты жалпы біздің қазақстандықтар армандап жүрген шығар деп ойлаймын.